Қайырлы күн ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Бүгінгі сабағымның тақырыбы әріптерді, сандарды және сөздерді іздеу. Балаға сандарды, әріптерді үйреткенде ата-ана немесе ұстаздар осы ойынды ойнатуға болады. Мына кестеге қарайық. Ойын шарты бойынша әріптерді іздеп тауып санау керек. Мысалы, А әріпін көрсет десек, бала А әріпін көрсету арқылы әріпті санайды. Келесі, Ә әріпін көрсетіп, Ә әріпін санайды. Содан кейін Б, В, Г әріптерін көрсетіп санайды. Бұл кестеге басқа да әріптерді жазып ойнатуға болады. Бастауыш сынып мұғалімдері балаға жаңа әріптерді үйретерде осы ойынды ойнатса, баланың әріптерді жаттау және есте сақтау қабілеті артады. Әріптердің орнына сандарды қолдануға болады. Мына кестеге қарайық. Мұнда 1-ден 5-ке дейінгі сандар жазылған. Осы сандарды айтқан кезде бала сандарды іздеу арқылы санайды. Балаға сандарды үйреткенде осы ойынды ойнатуға болады. Келесі кестеге қарайық. Мұнда бала кестеден жұп немесе тақ сандарды іздеп көрсету керек. Балаға бұл ойынды ойнатпас бұрын бала жұп және тақ сандарды ажырата білуі керек. Бұл ойынды уақытпен де ойнауға болады. Ал енді мына кестеге қарайық. Кестеден 2, 3, 5-ке бөлінетін сандарды табу үшін бала көбейту кестесін білу керек және қандай сандар 2, 3, 5-ке бөлінетінін білуі керек. Баланың жас ерекшелігіне байланысты ойынды күрделі етіп жасауға болады. Мына тапсырманы қарайық. Осы тапсырманы орындамас бұрын баладан мынадай сұрақтар қойылады. Осы кестеден бірінші, жуан сөздерді іздеу. Мұнда бала жуан дыбыстардан жасалған сөздерді көрсетеді. Мысалы, бас, алтын, 6, 9, тағы басқа. Екінші, жіңішке сөздерді іздеу. Мұнда бала жіңішке дыбыстардан жасалған сөздерді көрсетеді. Мысалы, 5, 2, етік, тағы басқа. Үшінші, зат есімдерді іздеу. Бала зат есімдерді көрсетеді. Төртінші, сан есімдерді іздеу. Бала сан есімдерді тауып көрсетеді. Ата-аналар, ұстаздар осы секілді тапсырмаларды құрастырып, баланың ақыл-ойын дамыту үшін кесте сызып, ойнатып көріңіздер. Сіздермен бірге болған Нұржан Мырзашұлы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.